әзілдеймін ғой жаңағы студияда дені сау адам істемейді. Анашымды көндіріп, 2 сиырды сатып үлкен магнитофон алғам. Ана ақылды болса балаға өте жақсы өтеді. Мен анама рахмет айтамын. Кезде анау басымен ананы бұрды, мұрны қанады. Әне жерде мен ажыратып жүрмін ғой кәдімгі. Студияның ішінде. Тосаға анау не деген. Теуіп отыр. Бұл вальстің бұл практика ғой бастан. Тойға құдалыққа барсаң да не? Спартакпен бармайсың. Мысалы, ән де сондай. Әр жастың өзінің әні болады. Музыка саласында біз өте жоғарымыз. Енді Құрманғазы аталарымыз оқымаған ғой. Оқыса одан да күшті болар ме деген не бар енді. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біздің студиямызда қонақта тарихи адам десек те болады. Бүкіл Қазақстандағы ең алғаш ашылған студиялардың бірі және бірегейі. Ұлы ұстаз тек Қазақстанда емес шетелде де шәкірттер тәрбиелеген және ол шәкірттердің бәрі бұл кісіні әке деп айтады. Сонымен бізде бүгін Досболат Әділ ағамыз. Рахмет, ассалаумағалейкум көрермендер. Ерболат, мына студияңа шақырғаныңа рахмет. Дос аға, мынау көптеген жылдан бері өнердесіз. Мына өнерді тастамай, мамандығыңызды сатпай келатсыз. Аталарыңызда, апаларыңыздан өнерлі бір кісілер болған сияқты. Енді жаңа сенің сұрағыңа қарасақ, тарихқа үңілу керек болады ғой енді. Маған мынау анам жақтан өткенде, әкемде де бар, бірақ ол кісі ән айтатын еді. Анашым домбыра, аккордеон тартады. Екі жақтан да болып тұр ғой. Екі жақтан бар. Түбі енді мен өзім ойлайтын, нағашы атам қобызшы болған. Нартай ақынды білесіздер. Қызылордадан сол кісілердің құрдастары болған, өзім көрген, ол кезде жас бала еді. Жас кезде анамыз бәрімізді отырғызып қояды енді. Сөйтіп аккордеонды үйрететін еді. Сөйтіп жартып ойнамаймыз ғой. Басында да, ой, міне болды деп, күшті болды деп. Анамыз үйреткен. Ананың тәрбиесі бөлек қой Ерболат бәрібір. Ана ақылды болса балаға өте жақсы өтеді. Мен анама рахмет айтамын. Жанұямыздың бәрі сол инструменталист, музыкант. Біреу әдейілеп қумаса да, сол жұмыста, сол саланы. Бірақ отырсын деді, әндерді айта береді. Сол анашымыз үйреткен аккордеоннан бастап. Сондай болған. Ал Досеке, мына өнер жолы қалай басталды? Өнер жолы 78-де, мен 8-ші сыныптан кейін мектеп оқыған жоқпын. Сол білім жетеді деп ойладым да мен. Ағалармен гитара ойнайды. Солардан үйрене бастадым. Кейін бізде совхоздан, әскерден келген үлкен ағалар ғой. Соны тыңдап отыратын ем бар. Бір күні басисі Баршаға көшіп кетті. Грек жігіт еді, Юра деген. Сонымен мен ойнап көрдеттен біліп жүрген, сәл менде де барын. Сол 78-ші жылдары ғой. Үлкен мен музыканттармен жүрсең, тез өсесің ғой, олар енді. Осында оқығаны бар. Кейін мен Шымкент музыкалық саз колледжіне түстім. Оны бітіріп, үйде енді бізден ансамбльге қызы бала тауып қиын ғой ол кезде. Анасын, сендер нап жанұялық ансамбль құрмайсыңдар, бәрің ойнайсыңдар инструментте деп. Сонымен жанұялық ансамбль құрдық, Әділовтер деген. Сол кезде Қазақстан каналында шығып, Алматыда өзі 2-3 канал болатын ғой. Сонымен басталып, соның арасында мен енді бізге запись жазу керек қой. Сол кезде кассетаға жазатын ек, ол кезде үлкен пульттер жоқ. Екі стерео, левый, правый каналмен жазғанбыз. Бірінші жазғандарымда. Соны тыңдап мәз болатын ек. Бір қызға айтып кетейін. Анашымды көндіріп, 2 сиырды сатып үлкен магнитофон алғам. Ол телевидениеде болады, 4 адам әлем көтереді ана. Содан ол кезде качество күшейе бастады. Бірақ ол кезде компьютер жоқтың қасы ғой, тәші жоқ. Содан басталды. Ол кезде термешілер көп болатын еді. Домбырамен термеді. Солар келіп жазыла бастады. Кәдімгі сөзсем, студия бастады да. Кейін мынау заман өзгерген соң компьютерға өте бастадық. Сонымен қызығушылық басталады ғой. Сонымен мен ойым сол студияға кетіп, пәлен жыл болды ғой. Осы студияда келе жатқан жағдайымыз бар.
Ана кәсіби компьютермен студияңыз қашан басталды? 96-та алдым мен. 96-та. 96-та бірінші компьютерімді алдым. Ол кезде сол хард дискінің өзі 1 гигабайт қой. Қазір бір флешкінің өзі пәленбай терабайт. Соткада Иә, сотка. 1 терабайт қазір. Қазіргі жастар YouTube'қа кіреді да үйреніп алады қазір керек нәрсенің бәрін. Сіздердің кезіңізде YouTube болмады, интернет болмады десе де болады. Қалай үйрендіңіз, соларды айтып жіберсеңіз. Мен бірінші записьтерім 81-де басталды дедім ғой. Кейін пультке өттік. Аналог қой енді, білесіңіз, аналог жағы. Оны үйретудің керегі жоқ, ол адам сезіммен істейтін нәрсе. Ол компрессор деген былайша естігеніміз бар. Айтпақшы кітаптар бар еді, бірақ Кітаптан оқыдық. Кітаптардан оқыдық. Орысшасы бар. А қазіргі жастарға өте жеңіл. Просто әрекет істеп, мынаны істеймін десе, түсінбеген школаларды ютубтан бәрін көреді, тез алып кетеді. Кітаптан бастадыңыз мысалы. Иә. Ары қарай тағы көп нәрсе үйрену керек қой. Мен Ташкенттен біраз сабақ алдым. Сағатына $25. Білесіздер, Ялла группасын, соны Сергей деген ағамыз бар. Әлі араласып тұрған, біраз жасқа келіп қалды. Соны Валентин деген бар. Менен жас, бірақ ол енді оқыған жігіт та. Содан көп нәрсе үйрендім. Енді бір қызықты айтып кетейін, енді әңгіме рет келіп қалды ғой. Ол жерде мен Ташкентте жататын жер жоқ та, олар енді сағат 12, сағат 2-3-терден кейін босайды ғой. Мен күтіп отырамын, бірақ сол студияда отырамын. 1 сағат сабақ алуым керек. Сонымен сабағымды аламын, сағат уже 4-5 болып қалады. Сөйтіп олар енді кетеді ғой, біздің қазақ ұқсап үйге жүр деп айтып кетті ғой. Сонымен сырттан свет жарықтау домдардың арасына алып, азанға шейін темекі, азандығын аламын. Сондай жағдаймен де үйренген жағдайымыз бар. Деймін, қазіргі жастар. Не керек, бәрі бар ғой. Біздер жоқтан бар шығарғанымыз ғой. Сыртта ұқтағанда жай болған енді. Сондай жағдайлар бар. Солай өмір кетіп жатыр ғой. Іздену керек болды. Кейін енді қазір интернет шықты. Өзім үйреніп кеттім. Кішкентай балдарды өнерге берген дұрыс па? Кішкентайынан қанша жастан берген дұрыс? Немесе бермеген дұрыс па? Соны айтып жіберсеңіз. Ерболат, өте әдемі сұрақ. Көрермендер өткені баланы жастан дейді ғой. Мына музыкаға берген, оқыған балдардың сана сезіммен өзімен біраз жасқа келді ғой. Өте жақсы болады. Мысалы, шахмат, шашка ойнағандарда, спортта ол да. Баланы беру керек, енді спорттарды, енді спортсмендер айта берейін, мен музыка саласын айтайын. Енді ойлаңыз, жаңағы пианинода оқысын, мәйлі домбыра, гитарада ойнасын. Оң қол бір нәрсені ойнайды. Бас деп тұр, сол қол тағы да өлең айтады. Ол үшеу ма, 4-ші сөзін айтады. 4 образды ми істеп тұрады да. Сонда адамның сана сезімі өте жақсы өседі. Бұдан денсаулығы да жақсы болады. Ол міндетті емес, бір жұлдыз болып, ертең үлкен ағалары, әпкелері ұқсап. Сол музыка салада болса, басқа саласын жасай береді. Музыканы школға міндетті түрде беру керек. Әр баланы. Болмаса шахмат енді өзі алып кетеді ары профессионалдық жолға да. Амаса басқа сала өтеді. Бірақ музыка өте баланы жақсы тәрбиеге, сабырлыққа да әкеледі. Бәріне жақсы. Ал өз балдарыңызды қай жастан бердіңіз? Мен үлкенімді 8-ші сыныптан кейін бердім, Ерболатымды. Кішкентай баламды, Жанболатымды 2-ші сыныптан бердім. Осы 2-ші балам 18 жыл оқыттым мен оны. Қазір докторатурама соны оқып жатыр. Білімді оқыған бәрі бөлек болады. Енді Құрманғазы аталарымыз оқымаған ғой. Оқыса одан да күшті болар ме деген не бар енді. Білімді өйткені оркестрмен көппен жұмыс істеу үшін музыкальный сөздермен сөйлеу керек, оңай болады. Ол міндетті түрде сол. Балдарыңыздың қазіргі жетістігін айтып жіберсеңіз. Қазір үлкен балам мен колледжді, Шымкент саз колледжін бітірді. Астананың академиясын бітірді, классика гитараны бітірген. Академия бітіргесі Музарт тобында 2,5 жыл жұмыс істеді. Композитор Ерболат Әділ, әндері көп енді, жеңісті кейін тыңдай жатарсыздар, білімді. Екінші балам Жанболат Әділ, Ұлытауда клавишник, сол музыка жағының жетекшісі ғой, енді аранжировкасын сол жасайды бәрін. Бір 10 жыл болып қалды да.
қазір не абырой деген топ ашқан, естіп жатқан жастар рух деген әнді. Жақсы кетіп отыр. Иә, соны жасап жатыр, сол музыка саласында. Кішкене қызым сол теорияда оқыды, енді тұрмысқа шыққасын қазір енді. Үлкен қызым ол суретші енді. Кішкентайынан бергеннің пайдасы дейсіз ғой. Өте керек. Баланы бір нәрсеге айналса жақсы ғой енді тәрбие. Үйде құrai ойнап жүргеннен. Сол жаңа етікшінің баласы етікші болады дегендей. Балдарым да музыкант. Өнер саласындасыз, студияда мына әртістер әзілге құмар ғой. Сол студияда болған тірі анекдоттардан айтып жіберсеңізші бір. Мынандай жағдай болғанда бірінші компьютерді алған жылы менде 2 квартира, біреуін студия қылдым, сол Шымкентімізде. Қуанып, сол магазин жас жігіт деген жас бала ғой, соны қоймай ертіп келдім, бәрін қосып берді. Сонымен ол кетіп, бірге тамақтанып алайын деп келсем, анау компьютер өшікті да, несі, мына монитор, қазір монитор өшік тұр ғой. Өшік қапты біздікі. Біздікі сондай қай мен бұзылғанын аған екен ғой мынаның. Дедім, ол кезде сотка да жоқ қой. Домашниймен сразу звондадым, көштем, сондай жігітке. Анау компьютер істемей жөні, бракованный аған бар десем, бәрі жақсы болып тұрады ғой дейді. Бір кезде айтады, мышкаға тиіп жіберіңізші дейді. Сен кеп мышкаға тиіп жіберсем, қосылып кетті ғой. Сонда ұялған бірінші. Сондай бар. Енді бір 2 жігіт ән жазған менде. Сөйтіп әнім 2-3 күннен кейін келді, біттім әнін. Сосын енді 2 жағымда тұр ғой екеуі. Сонымен қасында аттар есім емес, жігіттер деп айта берейін. Даусыңды сәл қосайын ба дедім да. Я қоссаңыз қосыңыз деді. Мына жанында болады, қоспай-ақ қой деді. Не, сен көре алмай жатсың ба деді да. Не деді, бір кезде анау басымен бұрды, мұрны қанат. Әне жерде мен ажыратып жүрмін ғой кәдімгі. Студияның ішінде. Студияның ішінде. Ондай да жағдай бұл. Жастар ғой. Сосын бір жігіт келетін еді сол кезде. Қазір әншілікті қойып кетті. Сол не? Ән айтсам микрофондан кетіп қалады. Билеп айтады да сол кезде. Бет микрофонға айтып жатып, наушниктер, ана микрофон оны былай қарай кетіп, бір күн сол микрофонды ұстатып қойдым мен. Ұстатып қойып айтқыздым. Сондай майда шүйда ғой бізде. Қызық бар. Есіме түскен сол болып тұр қазір. Досеке, мынау шетелдерде барып концерттерге барсақ, ешқандай фонограмма деген нәрсе жоқ та оларда. Ал бізге келсек, бәр концерт фонограммада. Соған не дейсіз фонограмма? Жоқ, шетелде фонограмма көп. Не дейді, атын ұмытып тұрмын. Араластырады. Араластыра ма? Записьті де араластырады, бұл міндетті түрде өткен. Сосын бәрі оны ертең концертте покананы жазып алады да, бәрі свайт етеді. Бір сөздері шатасқан жерлер болады, бәрі студияға бағынады келеді. Бірақ бәрібір андай тірі болып естіліп тұрады да олар, арасында сөйлеп алады. Біздікі не келсек, бір текст болып тұрады да, бір әннің жартысына шейін қызы ары қарай бір сарын болып кетеді. Сол үшін әншілер дауыс жазғанда вольно айту керек та. Қорықпай кәдімгі стадионда 1000 адамның алдында айтып жатқанда вольно айту керек. Оны біз беріп тұруымыз керек психологически. Үндеме деп отырған болмайды да, о міне деп сондай да. Енді анау концерттерде, мысалы тойда айтып берейін, тойда фонограмма айтпаса, өйткені ол жерде оператор үлгере алмайды. Әр әншіні туырлап. Енді туырлап біткенде әнде бітеді өзі. Сосын тойханаларда бір концертный залдың өзінде эхо. Жаңғырық. Ритмнен шығады. Шетелде, мысалы Россияда оның бәрін білем. Фонограмма айтатын болса, билеті арзан болады, жазылып тұрады. Фонограмма деп. Полный живой оркестр болса, ол уже бағасы жоғары болады. Енді бізде қазір айтып жатыр ғой, бізде де сол болады ғой. Жаң фонограмма аралас дегені бар. Арасында кетеді да. Жаң бір арасында меймандар келуі мүмкін, олар фонограмма айтып кетеді. Сондай. Бірақ енді тіріде айтқанға жетпейді. Тіріде ғой бәрі. Жақсы бәрі. Досеке, мынау музыкант болмағанда қандай мамандық таңдар едіңіз? Оны мен бұрында ойланып жүрген нәрсем, мен автоэлектрик болатын. Өйткені біздер неміс керектер қоңсыларым. Өзі сол Москве жүгілі ғой. Сол жасап жататын байды. Көмектесетінем.
мен сол техникаға сәл жақындалдым да. Сол қазір машинаны жөндеп жүрермін да. Машинаны таңдар емдесеңіз. Иә, машина. Мұғалімдік ше, ұстаздыққа да жақсы келесіз ғой. Ұстаздық, былай мен мектептерде жасамадым, бірақ ұстаз қолдан келеді ғой. Негізі электрик болғым келер еді десеңіз. Электрик. Өнер саласына қызмет жасап жатсыз қанша жылдан бері, қаншама әндер, қаншама шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Енді қызметте істеу керек пе еді, осы қазір істеп жатқан ісіңіз ұнай ма өзіңіз? Қанағаттанасыз ба жалпы? Жалпы Аллаға шүкір қанағат етемін, бірақ бір арманым бар еді мен. Мен колледжде оқыдым ғой, арман оқуым керек еді. Менің бір жастай арманым үлкен симфонический эстрадный оркестрде дирижер болу да. Сол арман енді бала шағамыз алар ғой соны енді. Соған жете алмадым деп ойлаймын мен. Жаста келді ғой, бірақ свидетельде әлі жараймыз біраз. Үлкен звукорежиссура мектеп ашылып жатса, сіз шақырып жатса, сол жерге мұғалім болып келер ме едіңіз шәкірт тәрбиелеуге? Иә, баруға болады. Иә, өйткені қазір уақыт табар еме. Үйретеріміз көп қой біздің жастарға. Мысалын бір 3 ай бір сведениеде соны таба алмай жатса, оны мен 2 минутта үйретуім мүмкін да. Ол мен немнен өтті ғой басымнан. Мынаны қосасың да бейдесің, бұлай басасың десем болды. Ол әлі таба алмайды. Ұстаздан өткен жақсы. Мен ұстазда болсам болады. Мына видеоны көріп, мүмкін біреулер жаңағындай сондай мектеп ашайын, қазақтың өнерін дамытайын деген болса, мүмкін шығатын шығар, мүмкін сондай азамат. Шықса істеймін. Досеке, сосын мына мен көп ойландырып жүрген бір сұрақ бар еді. Сіз енді өнер адамсыз, тәжірибеңіз бар. Мынау дамушы еліміз да. Бірақ біздің қазір мынау той жасағанымыз дамып кеткен араб елдерінен асып кетіп жатыр да. Соған мына тойдыға ысырапшылдыққа не айтасыз соған? Оның өз ойым бар. Тойды жасау керек болады. Неге десең, ысырапшылыққа қазір өтем. Біз, мысалы, мен Алматыда тұрамын. Ағайын бауырым бәрі Шымкентте. Қу тіршілікте 1 жыл келмеймін мүмкін мен. Мен осы тойларға келем. Қайтыс болады ғой. Тойға келем, сол кезде ағайын туысқан бауырымыз көріп тұрамыз. Көрмесек біз алыстап кетем. Мен тойға қарсы емеспін. Бірақ ысырапқа өте қарсымын. Қазір бірін-бірінен қамаймыз деп енді. Мен үшін Ташкентте тойда көп болам. Ол жақта акимет тексеріп жүреді. Бәрінің дастарханын бір артық сол жерде қойылады, артықшылық болармыз, ертең үлкен штраф салады. Бізде соған өтсе де. Тәртіп керек десеңіз. Тәртіп керек. Қазір бізде талас болып жатыр. Анадан артық, анадан артық. Бір ет қойса, екіншісі көрген адам 2 ет тарелка қояды. Оларға қарсы. Бірақ тойға тойсыз болмайды біздің. Біздің қазақтың өзі артықшылығымыз сол ғой. Мейманшылық. Ағайындарды көріп тұрасың, сол маған ұнайды. Жақын ағайынды жолдастарым. Қазір класстастар 5 жылдық, 25 жылдық деп жатыр. Ол болмаса, вообще көрмей кетуің. Адам тез көріп тұрса бір-бірін өте тату болады, бірлік тірлік болады деп ойлаймын. Шәкірттеріңіз Қазақстанда көп екенін білеміз. Өзбекстан, Қазақстан. Мына енді Грецияда да шәкірттеріңіз бар еді ғой? Бізде неміс, гректе тұратын еді. Мен де қазір бәрі неміс дейтін сол шығар. Немістер, қоңсыларымыздың бәрі неміс, грек болатын. Олар менің ағалар ғой, үлкен, 1-2 жас үлкен. Сол жігіттермен ойнам, олар кейін Греция, Германия кетті. Кейін мен жұмысымден телефон бар, хабарласып тұрамыз. Сөйтсем, олар енді музыканы қойып кеткен бірақ. Бірақ балалар сол музыка саласында, студияда да. Сонымен мен жасаған жұмыстарын жіберсем, соны үйретіңіз дейді ғой, сол онлайн үйретіп тұрам. Бірақ орысша білмейді балалар. Жолдастарымыз өзі айтып тұрады. Енді английский сәл білеміз ғой, технический сөздер. Бұл Қазақстанда енді көбісі менің системамен істеймін, мен көзді құртпау үшін инструменттердің аттарын үлкен жазам. Біз компьютерде көп отырам. Мен оқушыларым бәрі сол әріппен дәумен жазады. Көзге зиян емес. Көзге сәл расчет керек қой. Сондай, мысалы Арманбек Сұлтан білесіздер ме? Иә. Ненің
Mozarттың музыкалық продюсері. Ол менің қолыма 8-ші сыныпты бітіріп келген андай бір бухгалтерский колледжде болды. Соңында компьютерді бәрін өзім үйреткен. Қазір қандай атақты Қазақстанның азаматы. Иә, шәкірттеріңіз көп. Оның ішінде сен барсың. Аллаға шүкір. Бір ерекше бір тазалық болатын еді запистеріңіз, бір-бірімен сөйлесіп, ол тәжірибе ма? Оны жасыратын еш нәрсе жоқ. Сабырлық керек, сосын мынау референс файл дейміз ғой, жаңа басқа өте жақсы качественный записпен сонымен салыстырып тұру керек. Өзі білінеді. Сол кезде сенікі кір, мутный болып тұрады. Сонымен бір қарасаң, анадан асырып жібересің ғой. Сондай сияқты. Таза запись көп тыңдау керек десеңіз. Көп тыңдау керек. Мысалы үшін мен қазір вальс деген текті, мен хип-хоп, басқа стильдер тыңдау ақым жоқ. Мен вальс туралы өлең музыкалар тыңдауым керек. Қайда 1 сағат. Оркестровый да, құлағым соған келеді. Содан кейін мынандай болған, дүктік өлең істеп атқам. Вальсті арнау екен да. Азанда дауыс жазып кешке айту керек. Алдынан 2 күн отқам. Анан автомат тойға барып ертеңі досаға анау не деген Теуіп отыр. кейін өзім олай тыңдаған жоқпын, ертеңіне жетіп келіпті ол. Сонымен тыңдасам кәдімгі. Ол вальсің, ол практика ғой бастан өткен. Ал енді мынау қазіргі заманауи әндерге, әншілерге не айтасыз? Оны Ербол дұрыс айтады, мен көңіл қонат деп айтсам болады. Неге? Өйткені жастардың жастың өзінің әні болады. Мысалы, кішкентай балабақшадағы балаға, оған сен профессионал Димашымызды есің түсінбейді ол. Оған жаңа қошақаным қай деген десең, рахаттан тыңдайды. Мына жастардың қазір шығып жатқан әндер ол солай болу керек. Өйткені ночной клубтарға барады жаңа. Ол жерге барып саржайлауды айтып тұрмайын жар. Саржайлауды айтса билемейді да. Әр әннің өзінің айтылатын жері бар. Мысалы, үлкен кездер жастарға тисе сөзі. Енді жастардікі сөз жеңіл болады деп. Айтылу әзіл сондай. Үлкендерге үлкен болады. Мысалы, тойға, құдалыққа барсаң да немен бармайсың ғой, футболкамен. Спортивкамен бармайсың. Қазір мысалы, әнде сондай. Мен қазіргі жастарға арзам, өйткені мен Қырғызстан жа көп елмен араласам ғой. Біздің музыкалар тыңдап өте ырза болады олар. Сіздер өсіп кеткенсіздер дейді. Мына Өзбекстаннан біз енді көп тәрбие ағыммен қазір музыка саласында біз өте жоғарымыз. Мына Қоңсы қасымда республика бармыз, Россияның алдында бәрін естіп. Жастар әні жағда бәрі өте жақсы. Мен ырзамын. Әлесі өзінің уақытында айтылатын әндер ғой. Жас студияларға не айтасыз? Қандай ақыл кеңес бересіз? Менің айтарым шыдамды болу керек та. Әзілдеймін ғой жаңа, студияда дені сау адам өзі істемейді. Шыдамды болу керек. Шыдамайтын адам өзі-ақ кетіп қалады болады. Біздер фанат адамбыз. Соған берілгенімізді жоқтан барды шығаруымыз керек қой біз. Оны шыдаған адам шыдайды. Жастар қазір жақсы өсіп келе жатыр. Шыдау керек болды. Енді қазір үйрену деген өте оңай. Қазір барлық мектептер бар, ютубта неде жазылса болады. Оңай ғой қазір. Бұрын біз ақшамыз болса да мынандай аппаратураларды табамайтын едік. Японияға заказ бересің, или жаңағы шетелдерге ол келе ма, болмай ма. Қазір заказ берсең 1-2 аптада келеді ғой. Жастар қайтпау керек. Біздің жолымызды қуу керек. Бірден еш нәрсе, мынау сведение деген өте ұзақ уақытта келетін тәжірибемен келеді да, сен қаяқтан білімді болсаң да практика керек болады. Маған сіз жас кісі ма десе, үлкен кісі екенсіз ғой дейді де, арасында көптеген айтады. Ол да дұрыс. Майкл Джексон дейді, Мадонна, үлкен әншілердің бәрі 50-ден 60-тан асқан режиссерлар. Әбден опыты бар. Мысалы, ол барабан бір дыңды ұрып, бір инструмент дыңғырлатып көрмеген болса, ол зуын қаяқтан біледі. Сол опыты болу керек та. Сол жаспен келеді ол. 1 жыл істедім, 2 жыл істедім, мен мынаны жасай алмайтын деп ренжудің керек жоқ. Уақыт үйретеді. Жастарға бір батаңызды беріп жіберсеңіз.
Енді Алладан сұрарым енді. Құдай қаласа не ниет етсеңіздер, сол ниеттеріңе жетіңіздер, армандарыңызға жетіңіздер. Еңбек ету керек, Құдай қаласа. Алладан сұраймын. Біздің Қазақстан студиядан өте биікте көрінгенін қалаймын. Солар сіздер жетеді деп ойлаймын. Жастарым жетеді. Біздің жетпеген арманды сіздер жеткізесіздер. Тілектеспін, батам сол мен. Аумин. Рахмет Досеке. Шешем, қайтып баста. Шешем деген, дұрыс па шешем деген? Нақты айтыңыз да. Әдейі айтам, көреміз, давай. Кеттік. Енді жасыма сайып. Бетіңіз жылтырап тұр ғой. Бірақ сен жаңа сұрақты қой жүрмін, оталып кетуім үшін. Борзыла болайын ба? Я кішкене анау. Болты да. Бір дем аламыз ау деймін. Енді сәл дұрыс болды, иә? Сәл. Болды ау деймін. Жоқ. Осыны жер жүрейік та. Болды ау осыны.